Барлықтарыңызға қайырлы жақсы күн болсын. Осыдан 2 жұма бұрын мен осы қызанақтарды далаға отырғызып, видео түсірген болатынмын. Осы қызанақтарды далаға отырғыздым, арасын жақын қылып отырғыздым. Осылай сондай әдіс туралы видео көрдім. Мен де сол сияқты отырғыздым деп сондай видео түсірген болатынмын. Жақын отырғызып, негізі бір-біріне байламай, бір-біріне жаңағы бұтақтарымен жанасып, бір-бірін демеп, солай болып өсу керек. Мүмкін қатты қажет етпесе байламайтын шығармын деп сондай қылып түсірген болатым бұл видеомды. Бірақ мұны көріп тұрғандарыңыздай байлауға тура келді. Ол кезде байламадым. Бірақ күн қатты жел болып, осы бақшада бізде үнемі жел болып тұрады негізі. Бақшада қатты жел болып, жаңа қызанақтар бір жағына қарай шайқалып жатып, келесі жағына қарай ауысып, желдің ырғағымен сондай болып тұрды. Қызанақтардың біразы сынып қалды. Менде артық болғандықтан енді сынғандарын, мүлдем сынып, жарамсыз болып жатқандарын жаңағы ауыстырып, қайтадан орнына жаңартып егіп отырдым. Дегенмен де 2 жұманың ішінде ештеме қалмай жаңағы ағарып кетті. Өйткені жел, тоқтамай жел соғып, кеуіп, бір сабақтары ғана қалды. Мынау ең қалғандар осындай болып, жаңағы ағарып кетті, кеуіп кетті. Міне бәрінде енді қалған кішкене бар. Бір ғана ствол дейді ғой, бір ғана сабағы болып, сосын бас кезінде ештеме болған жоқ, кейіннен басында пайда бола басталды. Мына жерде анық көрініп тұр. Жіңішке бір ғана сабақ болып тұрған, барлығы сондай сабақпен қалды. Ол кезден енді әні түсіремін, видеоға міні түсіремін деп жүрдім да, түсірген жоқпын. Негізі түріне қараса, жасыл сабағынан басқа ештене жоқ. Басында да әлі ештеме шықпаған, өспейтін сияқты күйде болды. Бірағында ойладым, енді сабағы әлі үлген жоқ қой, сабағы жасыл болып тұр ғой, жоғары жағынан шығар деп. Содан солай күттім. Мүлдем өліп қалмаған соң, енді жаңағы ақ жапырақтары кеуіп қалған, осы біраз күнде түсіп болған түрі десем болады. Кейбіреу жерде ғана жаңағы көрсеткенде осындай қалған. Негізі барлығы жаңағы бір сабақ жалаңаш қалып, барлығы түсіп қалды. Басында ғана ептеп жаңадан шығып келатқан кішкене жасыл көріне бастады. Енді тіршіліктің белгісі болып, солар шығар. Ең басты сабағы да нетіп кеткен жоқ қой, жаңағы сынықпағандарды ауыстырдым деп айттым ғой. Енді солып қалған жоқ, сабағы ақ болып кеуіп кеткен жоқ қой, кішкене қоя тұрайын деп сондай қоя тұрдым. Кейіннен өстіп көтеріліп, мына жасыл пайда болды үстіңгі жағы. Бірағында мынандай болып, жаңағы сабағы жалаңаштанып тұрды, жаңағы бір қызанақта көрсеткенімдей сондай жалаңаштанып тұрды. Мына осындай болып жалаңаштанып тұрды. Алдыларыңызда көрсеткен тура осындай жалаңаштанып тұрды. Барлығы десем болады. Содан бір-біріне ұстап тұратындай жаңағы жапырақтары өспеді, керемет. Мынандай мен ойладым ғой. Мынандай жапырақтары бір-біріне қарай өсіп, бір-бірінің жақын болғандықтан араларына кіріп, бір-біріне демеу болып, сондай ленивый огород деп, или огород для ленивых деп аталады, соны көріп алдым. Солай өсірем деп ойлағам. Содан бастары ғана өсті да, жан-жағындағы жапырақтары болмады. Сол кезде енді үстіңгі жақтар міне күннен күнге қоюланып келеді. Тағы да жел болып жатыр. Енді үстіңгі жағы, жоғары жағы жаңағы қою болып тұр да, мына жақтары сынып кетуі тағы мүмкін деп алдында енді икемделгіш болды ғой, жаңағы желге былай қозғала алатын болды. Осы жолы мына сабақтар жуандады да, үстіңгі жағы қалың болғаннан кейін мүлдем сынып кетуі мүмкін деп қорықтым да, болса да бір-біріне жақындап жанасып демеп тұратын жапырағы жоқ деп барлығын осылай байлап шықтым. Міне осындай қылып демеп байлап шықтым. Бірақ байлап шыққаным жақсы болды. Барлық бір қалыпты, жақсы тұр осындай. Негізі барлығы десем болады. Міне гүлдеп жатыр. Қарап шықтым. Міне көбісі
бір мезетте барлығы гүлдеп жатыр. Тамырлары жаман емес сияқты, сондықтан мына жапырақтары да, кейінгі шыққан жапырақтары да жасыл, әдемі, осындай жай күйі бар. Одан кейін мына одан кейінгі қатардағы қызанақтарды жаңадан отырғыздым кеше ғана. Енді қазір күн ысыды ғой. Қызанақтар, қалған қызанақтар стаканда асты кеуіп қалған соң, қайта суарған соң осындай сарғайып кетті. Көп суарғаннан сарғаяды ғой. Суармайын десең қайта оны асты бар құрғап жапырақтары солып қалады. Сондықтан мына салыстырмалы түрде қарағанда мына жақ жасылда, мына жақ сары болып тұр. Енді келешекте бұл жақтарда бет жағынан жаңағындай мен айтқанда жасылы шығып, жасылданып, мына жақтары содан жақсы болып кетеді деп ойлаймын. Ең бастысы тамырлары жаңағы стаканның ішіне бекіп, стаканның қалпымен, формасымен бірдей болып қалған тамырлары мықты болып тұр. Міне әзірге осындай жай күйлер, бірақ келешекте жақсы болып кетеді. Бірағында мына қызанақтардың осы ағарып кеткендегі түрлер жай күйі дәл мынандай болған жоқ. Бұдан да онша емес болды, әппақ болып кеуіп кеткен болды. Мынау сарғайып тұрса да, мыналардың бастапқы сол желдегі кеуіп қалған түрінен гөрі сарғайып тұрса да, мынау әзірге жаман емес негізі. Тағы бір жердің қара топырағы аз болып, менде мынау түсірген топырағымыз, ана малдың көні не болып тұр, өте қалайсызша айтсам, свежий деп айтады ғой, балғын болып тұр. Жаңағындай малдың көнінің несі көбірек болып тұр. Көң деген енді біраз жыл жатып қалу керек қой. Бұл жерде қатты көң емес, 1-2 жылғы ғой деймін. Сондай топырақтың несі күші жаңағы күйдіріп жіберу ықтималдығы көбірек болып тұр. Сондықтан бұл жерге енді бар жерден лай, топырақ бірдемелер әкеп қосып араластырғандай болдық. Енді келешекте қалай өседі, оны бірге көретін боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау сәлеметте болыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер.